Сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін ойын ойнайтын боламыз. Бізде екі команда болады. Қыздардан құралған команда аты қандай? Болашақ. Ал ұлдардан қосылған команда қандай? Шымкент командасы мен болашақ командасы бір-біріне қарсы. Қай команда жеңіске жететінін видеоның соңында көретін боласыздар. Жеңген командаға 10 мың теңге беріледі. Ойын шарты мынадай. Мен 10 не айтатын боламын? Бір әріп айтатын боламын. Мысалы, А десем, Адан келетін зат табады. Тек осы кухняда ойнайтын боламыз. Себебі осы кухняда зат көп. Екі зат тапқан адамға 10 ұпай. Егер осы екеуі қосылып бір зат тапқан адамға 5 ұпай беріліп отырады. Ал ендеше ойын шарт түсінікті ма? Мысалы, аңсар бір зат табады, Арнұр бір зат табады. Екеуі екі зат табады. Мысалы, Адан келетін. Неге? Сол кезде 10 ұпай беріледі. Егер де біреу тапса 5 ұпай беріліп отырады. Жеңген командаға 10 мың теңге. Онда давайте ойынымызды бастаймыз. Сәттілік! Қандай әріп айтсам болады екен? Омен қын айтпа, омен қын ашай. Так, өзім білем. Б. Кеттік, Б. Б, кеттік. Болыңдар тез, іздеңдер. Б десең, сосиска дейді о. Алдында тұрғы. Сосын бұдан келетін. Баклажка! Бірінші Шымкент командасы тапты. Булочка немесе бургердің наны. Ал қыздар бакал. Ұлдар баклажка тапты есінде. Баклажка бургер. Логика. Онда 5 пай. Алда жігіттер командасы келе жатыр. Енді екінші әріпті айтам. Дайын тұрма. Екінші әріпті айтам. Мұна екі жігіт қоймайды ғой. Ал, кеттік. 1, 2, С. Тауып қойды қыздар. Сырға болмайды ғой. Бола береді, анда сырға. Менде жоқ. Болмайды ғой. Бола береді ғой, Арнұр. Тұрғаны сағат тұр. Сені екеу тап қойдыңдар ғой. Ана дәрінің атын айтсандар да болады, негізі ана жерде ше. Андай сақыр салатын деп айтсандар да болады, анда қымшекер салатын атын ше. Бола береді ғой. Олай болса кет деген үшінші санды айтам. Әріпті айтам. 1, 2, 3 кеттік. Қазір 10-да, 15-те 10 ұпаймен. Дұрыс қой, жаңа 10. Алдында 5 болды ғой. Сендер жаңа 10. 15-те 10 мен қыздар алда келе жатыр. Енді кеттік. Т. Тақтай. Ой, аңсар. Т. Айқайламасаң, ойбай, көрдік. Айқайлауға болмайды. Қыздар тапты, тұз не еді? Тақтай. Ұлдарда пока ұпай жоқ. Енді, орын ауысып тұрдыңдар солай, бөліп, бірде бай, бірде. Енді келесі әріпті айтатын боламын. Ойланамыз. Адан келетін. Сосискадан басқа жоқ па ештеңе? Аңсар, сосискадан басқа жоқ. Аңсар. Болды, тапты. Жігіттер жеңді. Адан келетін айтып деп тұрмын ғой мен. Атында айтуға болмайды ғой. Бола берді есіңді.
Міне енді қазір жігіттер командасы. Жігіттер командасында қазір 20 ұпай бар. Қазір адан келеді аңсар Арнұр деп айтып қойды бар қыздар іздеп жүргенде. Қыздарда не таптыңдар сендер? Тозды таптыңдар. 25 ұпай бар. Балдарда 20, қыздарда 25. Так, енді қазір қандай айтсам болады екен? К. Комит. Аңсар? Аңсар, бақ К-дан келетін тапсың сен? К. Көп қой, мә, саған ше. К-дан келетін. Ей, К-дан келетін табасың, Аңсар. Мам, көк дұрыс қой. К не болмады? Көп. Ей, К-дан келетін, К. Көп қой. Тауып қойды әне. Кофе. Қыздарда 35 ұпай, жігіттерде 20 ұпай. Енді, ұрысып кетейін деп тұр да, чөтті ойында. Тақаусындар енді. Кеттік олай болса, айтамын тағы да. Ша. Шашық. Шыден мұ? Ондай болмайды ол асқа вақты. Шаш болмайды. Басқа нәрсе іздеңдер мақыла, ал. Шыдан келетін ал. Ш. Тез табылды. Қыздар пак алда келе жатыр. 3-ке дейін санайым. 1. Ш. Банка ғой Аңсар ол. Ш. Мен айтып қойдым. 5-те 5 ұпай онда. Тең болып тұр қазір. Қазір 40 ұпай мен 25 ұпай. Қыздар командасы алда келе жатыр. Қыздарда енді 40 ұпай, ал жігіттерде 25 ұпай. Енді Аңсарға не айтсаң да жүгіріп барып холодильникті ашады да не деп айт? Екке бір жабылып отыр үшін. Ал кеттік олай болса. Қандай айтсам болады екен? Ойлам тұрмын. Әріп қалмаған ба не? П. Аңсар. Печенье. Молодец, Аңсар, тапты. Поднос деді. П. Қай порошок? Подноска 5-те 5 болып тұр. Тез табамыз. Порошок. П. Ойланым. Печенье айттық қой енді. Пыдан келіп Таня бар. Пышақ. Пыдан келді. Қыздар командасы 10 ұпай, жігіттерде 5 ұпай. Сонда жігіттерде 35, қыздарда 50 ұпай. Енді соңғы әріпті айтатын боламын мен. Дайындаламыз. Соңғы әріп. Ал шешуші кезең. Қандай айтсам болады екен, а? Қандай әріп айтқан жоқпын мен? Олай болса, кеттік. Д. Дәрі. Молодец. Д. Кән домофон? Жоқ қой домофон бізде. Д, ойланыңдар. Д. Көп қойды деген. Д.
Не жеп кеттік, не жеп жатыр? Д. Д. Үшке дейін санайын. 1. Днем рождения! 2. Да. Доска. Дұрыс. Ал кеттік олай болса, жігіттерде 10 ұпай. Анан айтып тұр. Я. Аңсар, тек судан келетін нәрсе табады екен да. Арнұр. Олай болса, қазір қанша болды жігіттер? Жігіттердің настроениясы жоқ. 40. Қыздарда қанша? 55. 55 емес. Жана 5 тапты ғой. Нені? Дадан келетіне таптыңдар сендер? Дым таппады, ол тадан келеді. Тапқан жоқ па? Не таптыңдар? Доска ма? Балдар тапты ғой, ұрыс болып кетейін деп тұр, төбелес болайын деп тұр, мына жақта. Жігіттерде қанша болсын да? 45, я? 40, 55. Ал енді қыздарда, енді шешуші кезең. Міне қазір кім чемпион екен айтамыз. Жігіттерде 45, қыздарда 50 ұпаймен алға шықты. Енді бұл жерде ұлдарда енді аңсар онша түсіне бермейді, біле бермейді. Арнұр енді сәл ренжулі. Қыздардың жеңіп кеткені не? Енді міне 10 000 теңге жеңген командаға береміз деген едік. 10 000 теңге қыздар командасына бұйырып тұр екен. Ұлдар командасы келесі жарыстарда жеңетін болады деп ойлаймыз. Ал ұтыстарын құтты болсын жігіттерге. Енді мороженое әперіңдер, я? Әпермеймін. Достар, біз ұттық. Біздің видеоны лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Жігіттер сау болыңдар демей жатыр, себебі настроениялары жоқ. 10 000 теңгеден айырылып тұр.